Күндердің бір күні Алдаркөсе деген аты шулы алдаушы бар екен. Ешкім оны жеңе алмайды екен деген хабарды естіп, сол кезде аты шыққан қу бала деген бала іздеп шығады. Қу бала ақырында Алдаркөсені іздеп табады. Екеуі амандасып көріседі. Алдаркөсе баланың жөнін сұрайды. Қу бала: Алдаркөсе деген сіз боласыз ба? Мен жолдас болайын деп келдім, дейді. Алдаркөсе: маған жолдас болсаң, әуелі 1 сомға 1 қой алып кел деп, қу балаға 1 сом береді. Бала 1 сомды алып, жүгірумен қыр астындағы қойшы қартқа келеді. Қартқа амандасқаннан соң, қарт баланың жұмысын сұрайды. Қу бала: ата, маған 1 лағыңды сатшы, дейді. 1 сомға ал, дейді. Қу бала лақты алып шығып, біраз жүреді де, кері барып қартқа: ата, лағым да саған кетсін, 1 сомым да саған кетсін, маған 1 тоқты берші, дейді. Қарт: ала ғой шырағым, депті. Бала тоқтыны алып шығып, аз жүреді де кері барып қартқа: ата, лағым да саған кетсін, 1 сомым да саған кетсін, тоқтым да саған кетсін, маған 1 қой бере қойшы, депті. Сан білмейтін шалға бұның бәрі көп сықылды көрінген соң: жарайды, 1 қой ала ғой, депті. Қу бала 1 қойды алып Алдаркөсеге келеді. Алдаркөсе: жарайсың, маған жолдас болуға жарайды екенсің, деп жанына қосып алыпты. Бұл екеуі көп уақыт жолдас болып, түрлі қызықтарды бастарынан кешірген екен, дейді. Күндердің бір күні қу бала еліне қайтпақ болып, екеуі айырылысады. Бірақ баланың аз ғана заты Алдаркөсеге ауысып кетеді. Біраз уақыттан кейін қу бала келіп алып кететін болыпты. Күндер артынан күндер, айлар артынан айлар өткен соң, қу баланың да келетін келісімі күні болып қалады. Бүгін қу бала келеді деген күні Алдаркөсе ауырып өледі. Қу бала да келісімді күні Алдардың үйіне келіп жетеді. Қу бала Алдардың үйіне кірсе, бұрышта бүркеніп, бұғып отырған Алдардың әйелін көреді. Қу бала: жеңеше, есен амансыңдар ма? Көсекем сау ма, үйде ме? деп сұрайды. Алдаркөсенің апарылған жоқ, дейді. Қу бала: көсекемді өз қолымнан қоямын, менің жан жолдасым еді, деп өтірік жылай түседі де, сол маңдағы елден 4-5 қартты жинап, Алдаркөсені арулауға кіріседі. Қу бала Алдаркөсенің денесіне ыссы суды батыра құйып жуады. Табытқа Алдаркөсені салып, бетін ақ шүберекпен жауып, бірнеше кісі болып көтеріп, молаға келеді. Ол кезде мола үй сияқты салынған, төбесі жабылған, есігі терезелері бар екен, дейді. Өліктерді табытымен апарып жарға қатарластыра сүйеп қояды екен, дейді. Қу бала мен оның қасындағылар Алдаркөсені де табытымен жарға сүйеп қояды. Келгендер өлікті қойып, үйлеріне қайтып жатқанда, қу бала: өзім көсемді жайғастырып барам, деп мола ішінде қалады. Қу бала Алдардың өтірік өлгенін біліп отырып, бір басқа табыттың артына жасырынып отырады. Сол кезде моланың ішіне түстері қашқан 6 адам дүниелерді арқалап кіреді. Олар ұрылар екен. Алған ұрлық заттарын өзара бөлісе бастайды. Бөлісте ұрылардың бір қылышы артылып қалады. 6-ауы бұны қалай бөлісеміз деп кеңеседі. Біреуі ортасына шығып, кімде-кім қылышпен мына өліктердің біреуін шауып түсіреді, қылышты сол алсын, дейді. Шетте отырған батыр сынған біреуі қылышты қолына алып, бір өлікке жақындап барады. Қалғандары: жас өлікті шап,
Қылыш өтеді, ескі өлікке қылыш өтпес дейді. Қолында қылышы бар ұры өліктерді байқап келе жатса, жас өлік Алдаркөсенің табытына келеді. Енді қылышын көтеріп шабайын деп жатқанда, Алдаркөсе қысылып кетіп, ах деп бақырып жіберіпті. Үрей ұшқан ұрылар ұрлық заттарының барлығын тастап моладан шыға қашады. Алдаркөсе де жалма-жан бетіне жапқан ақ шүберекті алып, ұрылардан қалған заттардың шетінен ұстай бергенде, «Көсеке, тіріліп те үлгердіңіз бе?» деп қу бала да заттардың бір шетінен ұстай кетеді. Қашқан ұрылар қарасын да көрсетпей кетеді. Алдар мен қу бала ұрылар қалдырған заттарды бөлісіп алады. Бөлісте қу бала да Алдаркөседен алашағын алып, қош айтысып, елдеріне қайтады. Сөйтіп, Алдаркөсе қу баланы алдай алмаған екен, дейді.